Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттері тақырыбына есептер шығарамыз. Қазір мен кітапты шығарайын. Бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттері. Жалпы біз бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттеріне тоқталғанбыз. Кез келген m және n үшін a 0-ге тең болмау керек. Бұл жерде мына теңдіктер орындалады, иә? Яғни негіздері бірдей болған кезде, негіздері бірдей көрсеткіштерді көбейтетін болсақ, онда дәрежелер қосылатын еді. Ал негіздері бірдейлерді бөлген кезде дәрежелер азайтылатын еді. Тура сол сияқты мына теңдіктің бәрі орындалатын еді. Енді қараңыздар. Міне, бірінші қасиетіміз, екінші қасиетіміз, үшінші қасиетіміз, төртінші және бесінші. Осы қасиеттерді біз жатқа білуіміз қажет. Енді қараңыздар. Келесі, менде комментарийді өшірейін. Жоғарыға жылжиын. Енді, егер бүтін теріс көрсеткішті дәреженің анықтамасына тоқталайық осы жерде. Бүтін көрсеткішті дәреже, біз айтқанымыз a-ның -1 дәрежесі деген сөз, ол 1 бөлінген a дедік. Тура сол сияқты, мұнда қараңыздар, 1 бөлінген a-ның p-k дәрежесі дейді. Бұл жерде байқап тұрсаңыздар, мына қасиетте 1 бөлінген болғандықтан a-ның k-p дәрежесі болды. Яғни, дәрежені біз -1-ге көбейтіп жібердік. Байқап отырсыздар ма? Сонда біздің 1 бөлінген деген дәрежеміз осылай жазылады екен. Енді келесі. Келесі қасиет. Қараңыздар, a-ның -k дәрежесі көбейтілген a-ның p дәрежесі. Бұл деген сөз 1 бөлінген a-ның k дәрежесі көбейтілген 1 бөлінген a-ның p дәрежесі. Егер бұл дәрежесі минус болатын болса, ол 1 бөлінген деген сөз. Міне, келесіне қарасаңыздар да, a-ның -k дәрежесі көбейту -p, бұл a-ның k дәрежесін -p дәрежеге қосқанға тең деген сөз екен. Енді келесі бізде жаттығулар. Біз 7-де 1, 7-де 2 бұл тапсырмалардың бәрін орындадық. Біз 7-де 6-ға кеп тоқтадық. Яғни теңдеу. Теңдеуді шешуді қазір бір үлгісін мен сіздерге көрсетемін. Қараңыздар. 2-ның -2 дәрежесі, мына бірінші теңдеуді шығарамыз. 2-ның -2 дәрежесі қосу 3-дің -1 дәрежесі x тең 0,25-ге дейді. Бұл теңдеуді шығару үшін біз жаңағы қасиеттерді есімізге түсіруіміз керек. 2-ның -2 дәрежесі деген сөз 1 бөлінген 2-ның квадраты деген сөз, иә? Қосу 3-дің -1 дәрежесі деген сөз 1 бөлінген 3-дің 1 дәрежесі, яғни 3-дің өзіне тең көбейту x тең 0,25 дегеніміз ол 4-тен 1. Осылай сразу жазылар. Енді осы жерде бізде белгісіз 1 бөлінген 3-дің көбейту x, осын жазып аламыз. 3-тен 1 x тең 4-тен 1 азайту 2-ның квадраты 4, сонда 4-тен 1 болады. Мына бетке кері таңбамен өтеді. Теңдіктің оң жағына. Сонда 3-тен 1 x тең 0. Сонда x-ті 0-ді 3-тен 1-ге бөлеміз, сонда жауабы 0 болады екен. Міне, осылай шығарасыздар. Көріп алыңыздар, мен өшіремін, келесі есепті көрсетемін. Енді келесі есепте бізде
Теңсіздікті шеш дейді. Теңсіздікті шешуіміз керек. Мұқият қараңыздар. Бірінші үлгісін көрсетемін. Біріншісін 7-нің -1 дәрежесі x, яғни 7-нің -1 дәрежесін 7-ден 1 деп жазып аламыз. X. Азайту 2-нің квадраты x, яғни жаңа көрсеттік 4-ден 1 болады. X. Бұл үлкен немесе тең дейді. 2,7-ден 4-ден. Енді, бұл жерде біз ең кіші орта еселікті табуымыз керек. 7 мен 4-ке. Ол бізде 28. 28 7-ге бөлеміз. Қаншадан? 4-ден. 28 4-ке бөлеміз. 7. Сонда 4-ден 7-ні азайтамыз. -3 болады. X. Үлкен немесе тең 2,7-ден 4-ке. Осы жерге дейін түсінікті. Енді қараңыздар, осы жерде енді біз x-ті табу үшін 28-ден 3-ті теңдіктің оң жағына кері таңбамен өткізуіміз керек. Сонда бұл жерде бізде минус x қалады. Үлкен немесе тең 2,7-ден 4-ті бөлеміз 28-ден 3-ке. Мен пакат минус таңбасын осы бетке қалдырып кеттім, теңдіктің сол жағына. Қазір оны келесі бетке қалай өткізетінімізді есімізге түсіреміз. Енді бұл жерде минус x-ті табу үшін біз не істейміз? 2,7-ден 4-ті 28-ден 3-ке бөлуіміз керек. Ол үшін бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 7-нің өзі тұрады. 7-ні 2-ге көбейтеміз. 14, оған 4-ті қосамыз. 18. Көбейту, келесі бөлшегіміз кері бөлшек жазамыз. Яғни 3 бөлімне түседі, 28 алымына кетеді. Енді қысқартылатын бөлшек шықты. 3 пен 18 қысқарады. Екеуі де 3-ке бөлінеді. Мынақа 1-ден, мұнда 6-дан. 7 мен 28 қысқарады. 1-ден 4-ден. Сонда -x үлкен немесе тең 24 шықты. Енді біз x-тің алдында таңбадан, яғни минус таңбасына құтылуымыз керек. Ол үшін теңдіктің екі жағында -1-ге көбейтіп жібереміз. Сонда біздің теңсіздіктің белгісі өзгереді. Бағыт өзгереді. X кіші немесе тең -24. Енді жауабын жазуымыз керек. Жауабы бізде қандай болады? Жауабы, қараңыздар, -24-тен кіші деп тұр. Демек, жауабы бізде, егер сандар өзіне салатын болсақ, қараңыздар, мұнда бізде -24 тұр, іші боялады. Бізге айтады, 24-тен кіші дейді. -24-тен кіші деп тұр. Демек, бағытымыз, мен бағытын қате жазып жіберіппін ғой. Қазір 1 минут ластикпен өшіре салайын. Бағытымыз -24-тен кіші дегеннен кейін біздің бағытымыз кері бағытта болады. Сонда жауабына бұл жерге жаза салайын. Жауабы шексіздіктен -24-ке дейін. Міне осы теңдеу мен теңсіздікті шығарып, менің жекеме жібересіздер. Жақсы, рахмет.